Сәлем достар, бүгін біз бір қамырдан екі ас жасайтын боламыз. Қуырылған тұшпары және пирожки, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге сүт, су, сары май, тұз, ұн, жұмыртқа және қасықтың ұшымен ас содасы керек болады. Ас содамызды уксуспен араластырып аламыз. Жұмысымызды бастаймыз. Ыдысымызға сүтті, суды, жұмыртқаны, тұзды салып араластырамыз. Сары майымызды қосып тағы да араластырамыз. Ұнымызды және уксуспен араласқан ас содамызды қосып қамыр илейміз. Қамырымыз өте керемет болып шығады. Жұмыс жасағанға өте ыңғайлы қамыр болады. Қамырымызды 10 минутқа қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Картопымызды жуып тазалаймыз. Суға салып пісіреміз. Суымызға тұзымызды және лабыр жапырағын қоссаңыздар, дәмі тамаша болып шығады. Пиязымызды кубиктап турап, бөлек табада қуырып аламыз сарғайғанша. Піскен картопты еземіз және кішкене сары май қосып жібереміз. Дәмі жақсы шығады. Оның үстіне қуырылған пиязымызды қосып араластырамыз. Осымен біздің қоспамыз дайын. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырымыз өте жұқа болмау керек және өте қалың болмауы керек. Бір қамырдан осылай біз екі ас жасаймыз. Қамырымызды осылай ұзынша кесіп аламыз. Бөліктерге бөлеміз. Салмамызды салып, осылай жасаймыз. Міне осымен жасап болдық. Оны қызып тұрған майға қуырып аламыз. Біздің қуырылған тұшпара мен пирожкиіміз дайын. Міндетті түрде жасаңыздар. Өте керемет болып шығады. Ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.